Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қадірменді қауым, баршаңызды Иісі мұсылман қауымының ұлық мейрамы Құрбан айтпен шын жүректен құттықтаймын. Айт мейрамы құтты, берекелі болғай. Әр отбасына амандық, мықты денсаулық, мол ырыс пен бақ береке тілейміз. Халқымыз бұл мейрамды сан ғасырдан бері ерекше қадірлеп, айрықша атап өткен. Айтулы мейрамда ағайын жұрт бір-біріне жылы лебіздері мен ізгі тілектерін арнаған. Көршімен туысқанға айттап бару, қадірлі қонаққа айттық беріп, үлкеннің алғысы мен батасын алу сонау заманнан жалғасып келе жатқан мұсылмандық дәстүріміз. Аллаға сансыз шүкір. Салтынан жаңылмаған жұртымыз тәуелсіздіктің жылдарында айтты тойлау дәстүрін қайта жаңғыртып, оны халықтық деңгейде атап өтуге мүмкіндік алды. Елбасының игі бастамасымен елімізде Құрбан айттың құрметіне демалыс жарияланып, бұл мейрам барша ұлт пен ұлысты бірлік пен ізгілікке үндейтін халықтық мерекеге айналды. Әсілінде құрбан сөзі жақын болу, жақындау деген ұғымдарды білдіреді. Мұсылман баласы айт күні құрбандық шалу арқылы Аллаға деген ақ ниетін паш етеді. Өйткені қасиетті Құранда Хақ Тағала ұмытпаңдар, олардың, яғни шалған құрбандықтарыңның еті де, қаны да ешқашан Аллаға жетпейді. Оған жететін нәрсе жүректеріңізге ұялаған тақуалықтарың, шынайы ниеттерің деп, адал ниеттің маңыздылығын атап өткен. Құрметті отандастар, Құрбан айт кешірім мен мейірімнің, қанағат пен қайырымдылықтың мерекесі. Айттың құрметіне ізгілік пен кеңшіліктің жолын ұстанып, қараусыз қалған қарттарға қайырымдылық жасап, қам көңіл жандарға сыйлық берудің сауабы мол. Осы ретте барша отандастарымызды ел игілігі үшін жасалатын қайырымдылық іс-шаралар мен сауапты істерде атсалысуға шақырамын. Алла Тағала шалған құрбандарыңыз бен игі амалдарыңызды қабыл еткей. Қасиетті Мекке қаласында халқымыздың бірлігі мен берекесін сұрап, дұға жасап отырған отандастарымыздың да тілегі мен қажылығы қабыл болғай. Құрбан айт құтты, мүбәрәк болсын. Әмин.